Түбір сөздердің қосарланып айтылуынан жасалған жаңа сөздер қазақ тілінде жиі кездеседі. Олар негізінен екі сөзді бірге қосақтау, бір сөзді қайталау арқылы, оның бір буынын қабаттастыру арқылы жасалады. Қосарлану арқылы жасалған жаңа сөздердің қандай ерекшеліктері бар? Қосарлану арқылы жасалған жаңа сөздердің мағыналық ерекшеліктері мынадай топтарға бөлінеді. Кейбір сөздер дара мағыналы сөздерден құралып, жинақтық, жалпылық мағынаны білдіреді. Мысалы, аяқ табақ, ыдыс аяқ, бала шаға, азық түлік. Кейбір сөздер белгілі бір ұтымды дәл атамай, екішті етіп болжау мағынасын білдіреді. Мысалы, бүгін ертең, кешелі бүгінді, 7-8, 40-30, 60-70 тағы басқа. Кейбір сөздер белгілі амалдың бір рет емес, әлденеше рет қайталанғанын білдіреді. Мысалы, сөйлей, жүре, бара, айтып, тағы басқа.